Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTokта және ютубта парақшамда күрделі математикалық есептерін көрсетемін. Бүгін мынадай анықталмаған интегралды қалай дұрыс есептеу, дұрыс табу жолын сіздерге түсіндіретін боламын. Бұл интегралысында бөлшек бөлімінде e-нің 4x дәрежесі плюс 4, алымында e-нің 2x dx, e-нің 2x дәрежесі dx. Міне мұнда e дегеніміз натурал логарифмнің негізі, оны бәрімізге түсіндіреміз. Университетте оқысаңыздар, мұғалімдер, құрметті, мат анализде e деген сан беріледі. Мұнда енді қарайық. Мұнда ол натурал логарифмнің негізі e деген сан. Мұнда енді қандай не енгізген дұрыс? Мұнда енді e-нің 2x дәрежесін тадай басақ, міне қарайық. e-нің 2x дәрежесін тадай басақ. Онда таның дифференциалы қалай болады? dt тең e-нің 2x-на 2x-тің туындылығымыз 2, e-нің 2x дәрежесі dx. Значит, мына дифференциалдың жартысы ғой, dt-ның жартысына e-нің 2x дәрежесі dt. Енді e-нің 4 дәрежесі т квадрат болады ғой, мынаның квадраты ғой, дұрыс па? Значит, мынаны түрлендіреміз. Тең болады. Так, бұл жерде т квадрат плюс 4 2-ден 1 dt. Неге екенін түсінікті ғой? Dt-ның мынау жартысы e-нің 2x dx-тан 2 e-нің 2x дәрежесі dx, мынаның жартысы, значит, мынау қандай болады? 2-ден 1 т квадрат dt бөлінген т квадрат плюс 4. Бізде формула бар мынандай. Қандай формула? Мына справочниктерде бар. А нөлге тең болмаса, мына интеграл dx бөлінген x квадрат плюс a квадрат ол неге тең? Ол а нөлге тең болмаса, 1 бөлінген арктангенс, 1 бөлінген а, арктангенс x бөлінген а плюс с. Бұл жерде x-тің орнына т тұр, а-ның орнына 2 бар. Бұл жерде сонда не қыламыз? Орнына қоямыз, 2-ден 1, 2-ден 1, 4-ден 1 болады, 4-ден 1 арктангенс т бөлінген 2 плюс с. Міне. Аның орнына бізде не тұр? e-нің 2x дәрежесі 2-ден 1. 4-ден 1 кешіріңіздер, 4-ден 1 ғой. 4-ден 1, бұл техникалық қақпешіне еттік. 4-ден 1, x-қа қайтан оламыз. Арктангенс e-нің 2x дәрежесі плюс с. Міне. Мына интеграл неге тең? 4-ден 1, мына интеграл тең, анықталмаған интеграл тең, 4-ден 1 арктангенс аргументінде e-нің 2x дәрежесі плюс с. Оны салайық қой, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.